құда мың жылдық. Осы бір ұғым қазақ танымында берік орнаған. Төс қағыстырып, құйрық бауырға сатып, құда атанатын салт өзге елде мүлдем басқаша. Тіпті кей елдерде келіннің қолын сұрай келген жандар болашақ құдасына шылым ұсынады екен. Тағы да қандай қызықтар барын бүгінгі видеомызда тізбектесек. Сіздермен бірге Керемет ТV. Жайғасып отырып алыңыз, біз бастаймыз. Суринамдағы үндіс дәстүрінде, егер жігіт бір қызды ұнатып қалса, жігіттің әкесі сәтті күнді таңдап, қыздың үйіне сәлем бере барады, әрі шылым ұсынып, құдаласпақшы болғанын білдіреді. Бұл құдаласуға болған шын ниетін білдірудің жолы деп есептеледі екен. Қыздың әкесі шылымды алса, құдаласуға келіскен деп есептелінеді. Қызық дәстүр екен. Ал егер қыздың әкесі шылым шекпейтін болса же? Шақырту қағазын ұсыну. Германияның шеткей ауылдарында қыздың әке-шешесі әсемделген шақыру қағазына қыз жақтың құдаласу шарттарын жазып, сосын оны достары мен таныстарына почта арқылы жібереді екен. Қабыл алушы болса, қонақ киімін, қалпағын киіп, қолына гүл ұстап, әлгі шақыру қағазын алып, қонаққа келеді екен. Содан бастап құда болып, той қамына кіріседі. Қол алысу. Мароккодағы Барбари тайпасы әр жылы қыркүйек айында бір рет болашақ келіндерге арналған діни жәрмеңке өткізеді. Жігіт бір қызды ұнатып қалса, оң қолын қызға созып, ишара жасайды. Егер қыз да жігітті жақтырса, оң қолын созып, жігіттің қолын ұстайды. Қыздың көңілі болмаса, оң қолын бермейді. Егер де қыз бұған дейін қосылған болса, немесе оның қыздың сүйгені болса, сен менің бауырымды алып кеттің деп тіл қатады екен. Кофе сыйлау. Югославияның орталығында, егер жігіт бір қызды ұнатып қалса, үйіне барып, қызға көңілін білдіруіне болады. Егер де қыз жігітке қант қосылған тәтті кофе әкеп берген болса, онда қыздың мақұл дегені. Ал егер кофе ащы болса, ренжімеңіз, мақұл бола алмаймын дегенді білдіреді екен. Садақ атып құда түсу. Африкадағы тайпалардың бірінде қыздар су құйылған күбіні төбесіне қойып, бір қолымен сүйіп жүреді. Жігіт қыздың соңынан еріп жүріп, садақ атып, жебесін қыздың алдына түсіреді. Егер қыз да жігітті ұнататын болса, жебені аяғымен іліп алып, көкке лақтырып, оны екі қолмен ұстап алады. Әр төбесінде тұрған суды шайқалтып төкпеу керек екен. Бұл да өте қызық дәстүр екен. Сонда жігіт қыздың алдына садағын атып, жебесін түсірсе, ал егер қыз да сол жігітті ұнататын болса, осында жебені аяғымен іліп алып, оны аяғымен көкке лақтырып, сосын төбесінде тұрған суды төкпей, екі қолымен жебені қағып алу керек. Егер қыз ұнатып, бірақ оны істей алмайтын болса же, икемі жоқ қыз болса.